Ерікті болу ерлік десек артық емес шығар. Бүгінде әлем бойынша еріктілердің саны 970 миллионға жетіп жығылады екен. Демек, өзгеге жәрдемдесудің шеті мен шегі жоқ. Бұл қызмет әсіресе ақшта кең тараған. Дегенмен көмек көрсетіп бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруды ұран еткен қазақ халқына да бұл жат емес. Қазір ел басына күн туғанда да тойдың ауылына келсең де алдыңнан жан ұшыра қызмет еткен еріктілерді көреміз. Қоғамдық қоры 2019 жылдан бері жұмыс істейді. Волонтерлік топта 300 адам бар. Еріктілер мәдениет, экология тағы басқа салаларда жұмыс істейді, бірақ көбіне әлеуметтік бағытта көмек көрсеткенді құп көреді. Балаларымыз біздің енді көбінесе тәжірибелі волонтерлар, өйткені балалардың енді 5-6 жылда волонтерлық саласында жұмыс істеген тәжірибесі бар болып табылады. Одан бөлек біздің жұмысымыз айтатын болсақ, біз көбінесе енді әлеуметтік салада жұмыс атқарамыз. Әрине экологиялық болсын, мәдени барлық салада енді көмек қажет болса көмектесуге қатысуға тырысып тұрамыз, бірақ өзіміздің негізгі бағытымыз ретінде осы әлеуметтік бағытты таңдаған болатынбыз. Қор жалғыз басты аналар мен зейнеткерлер, соғыс ардагерлерімен жұмыс істейді, ал балалар үйіне барып ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалармен уақыт өткізу ұйымның жазылмаған заң екен. Жалпы алдағы уақытта айта кететін болсақ, бізде енді өзіміздің жүйелі түрде өтіп жатқан осы 2 авторлық жобамыз бар. Ұлағат деген жаңағы айтып кеткен осы жалғыз басты зейнеткерлермен жұмыс істеу барысында, қолдау көрсету барысында жоба. Одан бөлек енді осы әлеуметтік шеберхана деген жобамыз бар. Бұл жерде біз ата-ана қамқорлығынан айырылған балаларды осы заманға сай, заманауи, аз уақытта үйрене алатын мамандықтарға үйретеміз. Біздің волонтерлармен әріптестеріміз кәсіпкерлердің қолдауының арқасында деп айтсам болады. Осы жобаны бастаған болатын, біз қазіргі таңда осы жоба жаңа деңгейге шығарып, сонымен қатар осы жобаларды жалғастырып жетілдіру болып табылады басты мақсатымыз. Алматыда ресми түрде тіркелген 100-ге жуық волонтерлік ұйым бар. Оның ішінде белсенді түрде жұмыс атқаратыны 30 топ. Естеріңізде болса, Алматыда алғаш рет еріктілер аллеясы ашылған. Ол Жетісу ауданының Гүлдер саябағында орналасқан. Аллея жыл сайын ағаштармен толығып, еріктілердің де саны арта береді деп сенеміз. Жанымызда жүрген адамдарға көмектесу, қол ұшын созу бұл біздің тарихымызда, мәдениетімізде бар дүние. Барлық адамдарды, барлық жастарды, еліміздің тұрғындарын осы бір-бірімізге көмектесуге, қамқор болуға мен барлығымыз шақырам. Барлығымыз жақсы істе жарса, бір-бірімізді қолдап көмектесіп жүрейік.